Бүгін сіздерге жақындарыңызға таңғы асқа осындай үлпілдек, өте нәзік болып шығатын панкейктерді жасауға кеңес беремін. Ол үшін бізге ұн, 2 жұмыртқа, қант, қопсытқыш, сұйық май және жылы сүт қажет болады. Жұмыртқаның ақ уызы мен сары уызын 2 бөлек ыдысқа бөліп алатын боламыз. Жұмыртқаның ақ уызына шым-шым тұз салып, оны әзірше тоңазытқышқа қойып қоямыз. Ал енді сары уызына қантты салып, оны миксермен араластырамыз. Қантымыз шашырамас үшін ылғалданғанша осылай венчиктің көмегімен араластырып аламыз, кейін миксерімізді қосып араластыруға болады. Үстіне жылы сүтімізді құйып, қанты ерігенше жақсылап араластырып аламыз. Сұйық майымызды құйып, тағы да араластырамыз. Ал енді илеуіштегі ұнымызға қопсытқышты қосып, сұйық массамызға осылай аз-аздан қоса отырып миксерлейміз. Ақуызымызды тоңазытқыштан алып, жақсылап миксерлейміз. Ол аппақ болып көтерілгенше араластырамыз. Мінекей осылай ыдысымызды төңкерген кезде ақпауы тиіс. Ақуызды қамырымызға салып, оны осылай астынан үстіне қарай лопатканың көмегімен араластырып шығамыз. Табанымызды қыздырып алған соң, оны орташа отқа қойып, сұйық май құймай қамырымызды саламыз. Қамырымыздың үстіңгі жағында тесіктер пайда болған кезде аударамыз. Екінші жағы бірінші жағынан қарағанда тезірек піседі. 3-4 секунд өткеннен кейін ала берсек болады. Міне осындай болып шығады. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Видеоның соңына дейін қараған болсаңыздар, каналыма тіркеліп, лайк, комментарий ұмытпаңыздар.